Сіздермен бүгін біз осындай ягодный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңызды алмайды. Бар жоғы 5 минутте жасап, 15-20 минут пісіріп алсаңыз, пирогымыз дайын болады. Бізге алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқаны толықтай саламыз, ал 1 жұмыртқаны тек сарысын салатын боламыз. Шамалап қана тұз салып, осылай әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Миксерлеп отырып 130 грамм ұнымызды осылай жаймендеп қасықпен салып отыратын боламыз. Осылай әппақ болған соң, оған 80 грамм майымызды, жұмсақ комнатный температурада болу қажет май, салып ары қарай миксерлейміз. Жүз миллилитр сүтімізді осылай жаймен құйып отырып, ары қарай миксерлейтін боламыз. Осылайша барлығын миксерлеп болған соң, ұн саламыз және разрыхлителіміз салып, барлығын миксерлейтін боламыз. Ұнымызды бірден салып жібермеңіз, жаймендеп салып отырып миксерлейтін боламыз. Пирогқа әдемі дәм беретін бізге 150 грамм творожный сыр қажет болады. Оған 3 үлкен қасықпен сахарный пудра салатын боламыз. Егер сахарный пудраңыз болмаса, 25 граммдай қант салып, қантпен не істесеңіз болады. Творожный сырымызға 1 жұмыртқаны сарысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын. Осындай әдемі болады. Енді біз пергаментімізге, тапамызға пергамент төсеп, оған қамырымызды құятын боламыз. Біркелкі етіп құйып шығамыз.
Құйып болған соң бетіне творожный сырымызды осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Пирогымыз одан сайын әдемі болу үшін осындай малинаны пайдаландым. Қатырылған малина да жарайды. Осылайша әдемі етіп салып шығамыз. Пешімізді алдына қыздырып қоямыз. 200 градуста 20-25 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Жұмсақ болып шығады. Пирогымызды әрі қарай әсемдеу үшін осылай бетіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.